Кеңес ұшқыштарының белгісіз нысандармен кездесуі. Кеңес заманында адамдар көктен тек коммунизм жарқырайды деген ұрандарды ғана емес, әлдеқайда тылсым нәрселерді де көрген. Кеңес одағының ұшқыштары мен әскери қызметкерлері белгісіз ұшатын нысандармен бетпе-бет келген жағдайлар өте көп. Бірақ билік бұл туралы жұмған аузын ашпай келді. Неге? Өйткені кейбір оқиғалар адам сенгісіз және өте қорқынышты. Бірінші оқиға 1978 жыл, Петрозаводск облысы. Түн ортасында аспанда белгісіз жарық пайда болды. Оған қала тұрғындары ғана емес, тіпті кеңестік әскери радарлар да куә болды. Бұл НЛО-ны ұстау үшін жойғыш ұшақтар жіберілді. Бірақ не болды деп ойлайсыз? Ұшақтар аспанға көтерілгенде әлгі жарық жылдам өзгеріп, зымыраннан да жылдам ұшып кетті. Пилоттардың бірі, бұл мүмкін емес, бұл бізден әлдеқайда дамыған нәрсе, деп есеп берген. Екінші жағдай 1982 жылы Капустин Яр әскери базасындағы оқиға. Кеңес одағының әскери базасында ерекше нысан пайда болған. Ол бірде жылдам қозғалып, бірде орнында қалқып тұрыпты. Әскерилер оған зымыран атты. Бірақ зымыран оған жетпей жатып, кенеттен бағытын өзгертіп, жоқ болып кеткен. Сол түні база маңында ерекше радиациялы фон тіркелген екен. Үшінші оқиға 1989 жыл, Воронеждегі НЛО қонуы. Бұл жағдай ресми түрде құжатталған ең таңғаларлық оқиғалардың бірі. Қала тұрғындары саябақта ерекше жарық көріп, үлкен 3 метрлік гуманоидті сипаттаған. Куәгерлердің айтуынша, бұл тіршілік иесі ешкімге зиян келтірмеген, бірақ жерге қонған кезде ауырлық күші өзгеріп, кейбір адамдар ауада қалықтап кетіпті. Жергілікті полиция бұл оқиғаға күмәнмен қарағанымен, кейін радиоактивті іздер анықталған. Ал ең қызығы, Кеңес одағының құлауымен бұл оқиғалардың құжаттары бірінен соң бірі жоғала бастады. Бұл кездейсоқтық па, әлде біреу шындықтың ашылуын қаламады ма? Кеңес билігі жылдар бойы НЛО мен құпия зерттеулер жүргізді деген қауесеттер бар. Бірақ біз олардың не тапқанын ешқашан біле алмаймыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Кеңес ұшқыштары не көрді? Бұл шетелдік барлаушылар ма, әлде шын мәнінде бізден жоғары өркениет пе?